егер сен өзіңнің жетістіктеріңді өзгелермен салыстырып жүрген болсаң, мені до конца және нақты тыңдап ал. Өзіңді салыстыру өзіңнің жетістігіңді, өзіңнің еңбегіңді құнсыздандыруға алып келеді. На самом деле бізге басқалармен салыстыру керек, чтобы өзімізді мотивировать ету үшін, чтобы олардың жақсы тұстарын анализдеп өзімізге алу үшін да. Ал біз керісінше өзіміздің еңбегімізді бәрін жоққа шығарып тастаймыз, ештеңе жасамаған сияқты боламыз да, шүкірсіздік жасаймыз. Дәл осы нәрсе мен өзім көп жасайтын болған соң басыма тигеннен кейін айтып тұрмын. Мен негізі өзімнің ең үлкен критигіммін. Өзімді қатты критиковать етемін. Өте көп жетістіктерімді мен просто так нөл қылып тастаймын. Бірақ маған дәл осы нәрсені жасамауға көмектескен мына бір 3-4 техникамен бөліскім келеді. Бірінші кезекте өзіңнің А точкаңа қарашы. Сен бастапқыда қандай болып бастаған едің, осы жолдың басында қандай болған едің? Сен осы А точкамен өзің салыстырғанда қаншалықты деңгейде өскеніңді білесің да? И қара, сен күнделікті өзіңді хотя бы 0,01% болсын, хотя бы 0,1% болсын дамытып отыратын болсаң, все да, сенің бүгінгі күнің ертеңге ешқашан ұқсамайтын болады. Мен мына информацияны естіген кезде мен уже әрбір кішкентай мелочный шагтарымның өзін құнсыздандырмай, олардың да уже әсер ететінін құнын білдім да. Накопительный эффект деп айтамыз ғой, дәл осы кітапты оқуды да совет беремін. Екінші нәрсе, сен өзіңнің мақсаттарыңа қара. Сенің мақсатың бөлек, сен өзіңді басқалармен салыстырып тұрсың, сол басқалардың мақсаты мүлдем бөлек. Әрбір адамға берілген өзінің миссиясы болады, әрбір адамның өзінің қалауы болады, арманы болады, әрқайсымыздікі әртүрлі да. И мен когда өзімді біреумен салыстырамын, қараймын, менің қалап тұрған нәрсем, менің қалап тұрған Б точкам вообще бөлек нәрсе ғой деп. И вот осы нәрсені тоже ескеріңіздер. Яғни сен өзіңнің Б точкаңа қара. Өзіңнің Б точкаң, ол адамның Б точкасымен вообще бөлек. Сондықтан өзіңді осы моментте сразу салыстыруды қоятын боласың. И үшінші нәрсе бар, ол план. Яғни сенің егер қателесіп, қазір сенде болмай жатқан болса, сенің армандарың орындалмай жатқан болса, значит сенің планың дұрыс емес, сенің жасап жатқан шақтарың дұрыс емес. Бұл сен дұрыс емессің, либо сенің арманың дұрыс емес, ол невозможно деген нәрсені білдірмейді екен. На самом деле ол просто сенің сол жолға бара жатқан планың дұрыс емес деген сөз. Стратегияң дұрыс емес. Мысалы қара, сен 10 000 подписчикті қалайсың, иә? Бірақ ол нәрсе болмай жатыр. Значит, сен 10 000 подписчикті жинау кезінде жасап жатқан қателіктерің бар да. Сен осы жасап жатқан әрекеттеріңде қателіктер бар. Может быть, сен рилстарды дұрыс жасамай жатырсың, может, сен контентті дұрыс жүргізбей жатырсың, может, аудиториямен дұрыс байланыс орнатпай жатырсың, может, сенде позиционирование дұрыс болмай жатқан шығар, иә? Әртүрлі сондай бір қателіктер әркімде әртүрлі шығуы мүмкін да. Дәл осылай сенің бұл 10 000-ға жету мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Өйткені оған да жеткен адамдар бар, иә? Сен мысалы 1 миллион табысты қалайсың, бірақ бір адамдар 10 миллионға жетіп тұр. Бір адам вообще оннан көп 100 миллион долларлап тауып жатқан адамдар бар да. Ол не означает, что сенің арманың болмай қалады? Нет, ондай емес. Это означает, что сенің планың дұрыс емес деген сөз. Яғни осы кезде біз өзіміздің планымызды өзгертеміз. Яғни дәл осылай өзіміздің қателіктерімізден, жасап жатқан іс-әрекеттерімізден сабақ алып, тәжірибе жинайтын боламыз. Және төртінші нәрсе, әрбір жасайтын ісіңде өз ісіңнің лидері бол. Мысалы, сен контент-мейкер, мобилографсың ба, 100% отдачамен жұмыс жаса, 100% ответственный бол, 100% креативті бол, 100% сен сондай бір сапалы монтаж жаса, 100% прям клиентпен коммуникация жаса. Не болмаса сен уборка жасап жатсың ба, 100% таза қылып жаса да. Дәл осылай кез келген ісіңді сен 100% отдачамен, 100% істейтін болсаң, сен өзіңнің ісіңнің, өзіңнің нишаның номер 1 лидері боласың. Бұл біреумен салыстыруда уже тоқтатады. Өйткені сен өзіңнің ісіңді, сен өзгермен салыстырып, мен анадан күшті болып кетейін деп тұрған жоқсың. Жоқ, сен өзіңді өзіңмен салыстырып тұрсың да. Өзіңнің алдыңғы версиямен салыстырып тұрсың. Өзің, может быть, до этого сен видеоны біресе беріп, біресе кешіктіріп беріп, мүмкін вообще бермей қойып жүрген шығарсың, иә, и бір кезде топ, сен уже бәрін чик-чик жасайсың, и все, да, уже сенде лидерство қалыптасады. Так что мен осы бір 4 техникамен бөлісіп отырмын. Маған қатты көмектесті. Өзімді өзгелермен салыстыруды, өз еңбегімді олардың еңбектеріне қарап жойып тастауды тоқтатуыма, үзілді кесілді тоқтатуыма, салыстыру деген нәрсені көмектескен осы бір өзімнің тәжірибемнен өткен 4 түрлі нәрсені бүгін қағазға жазып алып және бөлісіп отырмын. Пайдалы болатынына
100% сенімдімін.